дегенде жемқорлық ол дерт қой. Ол жемқорлық жойылмайынша ел еңсесін көтере алмайды. Сондықтан да ол бірден-бір өз алдына сондай манағы бөлім болып, өзінше басқарма болып, мысалы, өз алдына президентке тікелей бағынатындай, мысалға сол мәселелерге желкесін манағы сол жемқорлықты қиып отырса, ел еңсесін түзейтіндігіне мен кепіл бола аламын деп айта аламыз. Әрине, жақсы жақтарымыз жоқ емес. Ел мақтайды, жұрт жақтайды бізді. Бірақ өзіміздің ішіміздегі проблеманы өзіміз айтпасақ, өзіміздің бірімізге біріміз әдістемелі қолдау көрсетпесек, онда елдігімізге сын.